кафедрамыз тарапынан қала берсе, басқа да ілімпаздар, алымлар тарапынан Нүкіс қаласының урбанизация дәрежесін көтеру, қала берсе, одан тысқары мына қаланың аймақтық кеңеюі бойынша бір қанша ilmiy жұмыстар алып барылып жатыр. Бұның менен біздер Нүкіс қаласын мегаполиске айландыру мәселесінде үлкен ilmiy жұмыстар алып бармақтамыз. Яғни атап айтқанда Нүкіс қаласын кеңейту бойынша Қожелі, Пристань тараптарға қарап кеңейту, Тақияташ тараптарға қарап кеңейту ilmiy жұмыстары алып барылмақта. Қала берсек, енді ilmiy жұмыстардың өзіне тән түрде ilmiy гипотезалары болып, бұлда біздер қалаларды тұрақты түрде рауажландыру үшін бірінші нәубетте жәмиеттік орынларды, концентрик түйіндерді түйу ұсылу арқылы біздер қалаларды рауажландыру ләждарын көп бармақтамыз. Бұнан тысқары Нүкіс қаламыздың, пайтақтымыздың қала орайы, сауда орайлары тәріплеріндегі болып атқан қазіргі күндегі транспортлардың, тірбентіктердің машқаларын шешу бойынша да бір қанша ilmiy жұмыстар алып барылып жатыр. Қазіргі күнде дүнияның жедел түрде рауажлануы барысында имараттардың архитектуралық жойбарлауын, оның режелі шешімдерін беруде ақылға ұйғас келетін энергия тежемлі, жасыл архитектура терминдері бүгінгі күнде кіріп келгеніменен осы таза терминдер, таза шетел тәжірибесі арқылы біздер қаламыз орталығындағы имараттарды жойбарлау бойынша да тағы да ilmiy жұмыстар алып барылып жатыр. Бұның менен қалалардағы имараттардың эстетикасын жаңалау, жасыл архитектураны көбірек біздер милли архитектураға интеграция қылу мәселелері бүгінгі күнде көріп барылмақта. Қазіргі күнде имараттарымыздың сыртқы көрінісі қалай берсе вертикал жасылландыру, яғни көкелем зарластыру үләжлеріменен де бір қанша ilmiy жұмыстар алып барып жатқан болып, біздердің қазіргі күнде имараттарымыздың төбе бастырма тәреплері біздерді тек қана бастырма құяштан қорғау, жауын шашыннан қорғау вазифасын атқарып жатқан болса, келешекте бұл үләжларды, бұндай шешімлерге жасыл архитектура арқылы шешім беру архитектуралық жойбарлар істеп шығылмақты. Яғни айтап айтқанда, бұнда тамшылап суғару, жауын арқылы суғару, жауын арқылы, яғни сеу суғару арқылы үләжлер көрілген имараттардың төбе бастырма орнында жасыл тереклер, жасыл өсімдіктер арқылы біздер эстетикалық шешімдерін беру